Көрсеткіштік теңсіздіктер. Көрсеткіштік теңдеулерді түсіндік. Бірдей негізге келтіру керек екенін түсіндік. Көрсеткіш теңдеулер шамамен көрсеткіш теңсіздіктер біз белгісін білеміз, иә. Үлкен, артық, кем, үлкен немесе тең, артық немесе тең деп айтады, кем немесе тең, немесе кіші немесе тең деп айтады, иә. Осы төрт белгі. Мына екеуі қатаң белгілер, мына екеуі қатаң емес. Смайлик сияқты бір нәрсе шықты бізде, иә. Назарда болыңыз. Ары қарай. Мына жерде екі жағдай бар. Мынау негіз. Негіз дегеніміз ол дәреженің астындағы тұрған сан. Негіз үлкен бірден болса, жазып қояйық, өзгермейді. Негіз 0 мен 1-дің ортасында болса, өзгереді. Не өзгереді, өзгермейді? Мына таңбалар. Таңбалар. Артық, кем, артық немесе тең, кіші немесе тең деген сияқты. Осылар өзгеріп өзгермейді. Енді біз қарапайым сыныпта салыстыруда бірінші сыныптан бастап білеміз. Егер бізге айтса 3 үлкен бе, әлде 4 үлкен бе, біз күлеміз, әрине 4 үлкен дейміз, иә? Ал егер мен бұлардың астына негіз салып қойсам, яғни 2-ның 3 дәрежесі үлкен бе, 2-ның 4 дәрежесі. 2-ның 3 дәрежесі сол 2-ні өзіне 3 рет көбейту, 2 көбейту 2 көбейту 2. Бұдан 8 шығады. 2-ның 4 дәрежесі ол сол 3 рет көбейткеннен кейін тағы бір рет көбейту, 4 рет көбейту. 8 2 көбейтсек 16. Әрине 16 8-ден үлкен, сондықтан мынау 2-ның 3 дәрежесі кіші 2-ның 4 дәрежесі немесе 2-ның 4 дәрежесі 2-ның 3 дәрежесінен үлкен. Әне қараңызшы. Бізде мынау дәрежеден үлкен. Негіздерін алып тастасақ та, сол 4 3 бұл үлкен болады. Ал дәрежелерді шығарып жіберсек та, бәрібір үлкен таңбасы өзгермей қалады. Түсіндіңіз бе? Қараңыздар, негіздері 2-лерін алып тастасақ та, 4 үлкен 3 болып қала береді. Алмай-ақ 2-ні 3 дәрежелеп 2-ні 4 дәрежесек та, мына үлкен болып қала береді. Яғни таңба не істемейді, өзгерген жоқ. Керісінше, тағы да біз қарастырайық. Яғни жаңағы екі санымызды, 3 пен 4-мізді біз тағы атамыз. 4 үшін үлкен. Бірақ мен негізге былай 2-ден 1 салып қойсамшы. 2-ден 1-дің 3 дәрежесіміз 2-ден 1 көбейту 2-ден 1 көбейту 2-ден 1 немесе 8-ден 1. Ал 4 дәрежесі оны тағы да 2-ден 1 көбейту 16-тан 1. Бұл екі санның қайсысы үлкен? Бұл екі санды былай түсінуге 1 бөлу 8 деген сөз 1 алманы 8 балаға бөлу деген сөз. Ал 1 бөлу 16 деген сөз 1 алманы 16 балаға бөлу. Қай жерде үлкен? Қай жерде көбірек? Немесе қай балалар көбірек тояды? Әрине 1 алманы 8 балаға бөлсек, ол көбірек болады, 1 алманы 16 балаға бөлген. Сондықтан мына сан үлкендеу. Енді қараңыз. Бізде 4 3-тен үлкен. Бірақ 2-ден 1-ді 3 дәрежеге, 2-ден 1-ді 4 дәреже шығарған кезде, керісінше мына сол жағы үлкен болады. Алып тастасақ негіздерін, оң жағы үлкен болып тұр. Ал алмай-ақ есептесек, сол жағы үлкен болып тұр. Таңба не істеп жатыр? Таңба өзгеріп жатыр. Біз түсіну керекпіз, көрсеткіштік теңсіздіктерде, теңдеулердегідей бірдей негізге алып келгеннен кейін, негіздерін алып тастайтын кезде, дәреже өзгеріп өзгермеуі неге байланысты? Негізге байланысты. Негіз бірден үлкен болса, таңба өзгермейді. Ал негіз 0 мен 1-дің ортасында болса, таңба өзгереді. Таңбаның өзгеріп өзгермеуі негізге байланысты. Мен дәрежені өзгеріп өзгермеу деп айттым ба? Енді қараңыздар, мысал ретінде қарастырайық. Мысалы 8-дің x квадрат минус 8 дәрежесі үлкен 8-ден. Мынарда бір дәреже бар. Мына 2 8-дерді алып тастауға болады. Бірақ теңсіздіктің дәрежесі таңбасы өзгермейді. Үлкен сол күйінде қалады. Неге қалады? Өйткені 8 бізде 1-ден үлкен. Негіз 1-ден үлкен болса, таңба өзгермейді. Енді мен қарапайым теңсіздік шығарам. X квадрат минус 8 минус 1 минус 9 болады. Ол a квадрат минус b квадрат 2 жаққа жіктеледі. X минус 3, x плюс 3 болып, үлкен 0. Енді әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіріп бірін тапсаңыз, 2-ті 1 шығады. 3 пен минус 3 деген оларды сандар өсіне саламыз. Боялмай түсіп, қатаң мынау таңба минус 3 пен 3, оң жақ таңба x-тердің алдына қарайсыз. Плюс, минус, плюс. Маған үлкен таңба керек болса, мына плюстерін жауапқа жазатын едік. Яғни минус шексіздіктен бастап минус 3-ке дейін, жай жақша жауапқа кірмейді, және 3-тен плюс шексіздікке дейін. Яғни ең басты маңызды нәрсе көрсеткіштік теңсіздіктерге қатысты айтылатын. Ол негіздер бірдей түрге келгенде, ол бірден үлкен негіз болса, таңба қалай қарап тұрды, сол жаққа қарап тұра береді. Енді мына түрге қараңыз. Бізде бұлай болса, 0,125 ол 4-тен 1. Дәрежеде x квадрат минус 5x қосылған 6,15 дейік. Үлкен немесе тең 2-ден 1 дейікші. 2-ден 1 ол 0,15. 0,25 ол 0,5-тің квадраты.
яғни мынау бізде 4-тен 1 болатын болса, жай бөлшектерінде 4-тен 1 болатын болса, x квадрат минус 5x қосылған 6 жарым. Мынау бізде 4-тен 1-дің түбірі. Дұрыс па? 4-тен 1-дің түбірі 2-ден 1 ғой. Ал түбір деген сөз, мынарда 2 бар, мынарда 1 дәреже бар. Түбір ол бөлшек дәреже, ол 4-тен 1-дің 2-ден 1 дәрежесі. Неліктен мен 4-тен 1-ге әкеліп жатырмын? Себебі мына жақта сол жағы 4-тен 1 болса, оң жағына 4-тен 1 түріне әкелейін. 4-тен 1-дің 2-ден 1 дәрежесі, ол 2-ден 1, 4-тен 1-дің түбірі деген сөз. Енді, мына 4-тен 1-лері бірдей болса, егер ол 4-тен 1 0 мен 1-дің арасында ғой, дұрыс па? 4-тен 1 0,25, ал 0,25 ол 4 пен 0 мен 1-дің арасында болғандықтан, мына таңба не істеп кетеді? Таңба өзгеріп кетеді. Яғни былай қарап тұрғанымыз артық немесе тең, үлкен немесе тең деген таңбамыз кіші немесе тең болып қалады, мына 4-тен 1-лерін алып тастаған кезде. Дәрежелері қалады. Яғни ең көп оқушылардың жіберетін былай қатесі, 2-ден 1-ді мен 0,5 деп жазайын. Ол таңбаны өзгертпей шығарып кетеді, сол кезде жауап өзгеріп кетеді. Ал тест болса, ол таңбаны өзгертпей тұрған кезіндегі де жауабы болуы мүмкін. Сондықтан бұл нәрсеге мехат бұл 6 жарымнан 0,5-ті азайтсақ, бізде 6 қалады. Ары қарай сіз теңсіз шығара аласыз. Қосақ 5 көбейтсек 6 ол 2 мен 3 бояймыз. Неліктен бояймыз? Себебі мынау қатаң емес. Араға x квадраттың алдына таңба қарайсың, араға плюс қоясыз, минус плюс. Бізге кіші керек, кіші деген минус, ол 2 мен 3-дің арасы. Yani жауап болады 2 мен 3-ке дейін. Осы көрсеткіштік теңсіздіктер. Жалпы түрлері бар, жаңа айнымалы енгізу арқылы, бірақ сіз көрсеткіштік теңдеулермен жақсы жұмыс істесеңіздер, теңсіздіктермен қиналмайсыз. Ең маңызды жері тек мынау ғана. Негіз бірден үлкен болса, сол негіз алатын кезде, екі жақтағы негіз бірдей болып алатын кезде, таңба не істеу керек? Таңба өзгермеу керек. Бірден кіші болса, таңба өзгереді. Бірден кіші деген сөз, ол барлық дұрыс бөлшектер. Дұрыс бөлшектер. Дұрыс бөлшек деген қандай бөлшектер? Дұрыс бөлшек деген алымы бөлімінен кіші. Алымы бөлімінен кіші. Мысалы, 4-тен 1, 4-тен 3 деген сияқты. Дұрыс бөлшектердің барлығы ол 0 мен 1 нәрсе. Ал бұрыс бөлшек ол бірден үлкен. Бұрыс бөлшек болса, мына жаққа жатады ол өзгермейтін негізге.